вообще нервым ауырып жатыр бар ғой кәдімгідей. Ана үймен проблема болып жатыр. Балида жүрген кезде Мунис хабарласқан болатын, алдында Шапағат деген жігіттер жасап еді ғой. Солар акасы біздің Тоқайда сантехника электрикасын құртып кеткен болатын. Бүкіл қайтадан заново бәленбай миллион алып жасаған. Енді Шапағаттар ойбай біздің бригадиріміз тауып берген жігіт еді. Полностью тоқтар істемейді. Қайттан заново жасап жатыр. Представляете, жасап жатырмын. Уже надоел маған, бітпей кетті бір ғой, шын айтамын. Уже кімге айтатынымды білмеймін, уже бір ғой шаршап кеттім бәрінен. Миым тыныштала ма деп едім бір жаққа барып. Тынышталған жоқ миым. Нервтан нерв қалмады уже. Бұйырсаң кейін салам Шапағаттың сторисқа суретін, видеосын барлығын бүкіл адамдар білсін, что ондай адамдар бар екен. Уже надоел, қаншама миллиондаған ақшаларым кетіп жатыр. Ақшаны алып недобросовестно жасағандарына Шымкентте сонша жүгіріп тамақтарына жинап беріп, жаным қалмай жүрді. И вот так вот поступили, даже телефонды көтеріп жауап беруге де жарамады. Я знаю, что его жена смотрит мои сторис. Пусть знает, что оның күйеуі менің жұмысымның барлығын талқанын шығарып, 90% ақшаны алып, мені кидать етіп кетті. До конца чистовойға дейін жасайым деген болатын. Оны да жасаған жоқ. Енді заново адамдар алып жасап жатырмын қайттан. Қиналып кеттім кәдімгідей. Мен атырмын, арқамасам болды. Такси. Ой, рахмет. Мынаны қараңыздар, түрімді. Мама. Ужас. Бүгінге де сторис алдым ғой, менің метаболизм 18 жасар қыздыкінде деп. Метаболизм негізі уақыт өте келе көп адамдарда баяулайды да. Ина с возрастом 30-дан асқаннан кейін қыздардың арықтауы қиын болады ғой, или после рода восстановления қиын болады деген сияқты. Вот именно сол метаболизмді жақсартатын слимвей менің ішіп жүрген. Осман нарықта сықыртып барын шығарып жатыр ғой. В общем, менің арықтайтын похудейкамды енді реально энергияны да береді бұл. Анда көп похудейкаларды ішсеңіздер, әлсіреп, жатқың келіп, бір жаман боласың ғой. Анда ондай болмайды. Кәдімгі стегін алып, суға араластырып іше бересіздер. Вот. Османчиктен сіздерге ампатинчик. Міне жингілвен, шрингілвен істеп қоясың. Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Қайырлы күн деппін, қайырлы кеш, бүгін сторисқа шыққан жоқпын. Бірақ кештетіп, екеуміз естіп, керемет ауа райымен, керемет атмосферамен Маватқа келдік шай ішуге. Қалайсың жан? Жақсы. Ауа райы қандай сізге? Прям как в сказке болып тұр. Күшті болып тұр, Да, бүгін сол день настроение болмады, но теперь классное такое, волшебное настроение. Бүгін менің де настроением болған жоқ сториске шығуға, бірақ кештетіп нормальный настроение. Маватқа келдік, Маватқа қазір шай ішіп отырып. Смотрите, елка какая красивая. Жингылдар, мен қосылайық деген талстап күні киіп ап студияға келдік. Бүгін 14:30-да Евразиянасы қосылу болсын. Қалай істейді? Ұйқы болып тұр ма? Бүгін ағырге кешіп келіп жатыр. Бүгін білмеймін, эфирге келу келмеуі де мүмкін деп жатыр. Соған сәл настроение болмай тұр. А так бәрі жақсы. 14:30-да Евразиянасын жіберіп алмаңыздар. Келдік студияға. Таңда 8:00-де жабық эфир өткіздім Аллахтың қалауымен. Қазір магазинге бара жатырмын. Завтрагымызды ішіп аламыз да. Бүгін бір адаммен кездесемін. Қанша уақыттан бері мен әні барам, міні барам деп жүргенмін. Өмірімде ең керекті мәселенің шешімін табам, Алла қаласа бүгін. Сіздермен сториста бөлісетін боламын. Альхамдулилля, қатты қуанып тұрмын, шүкір Аллаға. Таң атқаннан эфирға кіріп, күшті эмоциямен ханымдарға күшті инсайттар айтып шыққаныма шүкір Аллаға. Ол эфирді сіз де көре аласыз. Эфирға тіркелу үшін ссылкаға өтіп, жаңағыдай Жасминға жазсаңыздар жауап береді сіздерге. Сен мойындадым Сапар мырзаға. Бұрын ойлайтын тұғым, ең ақылды адам менмін деп. Бүгін маска шешілді. Ақша табам. Ода әңгіме жоқ. Ақшаны табуды қатырам, альхамдулилля. Бірақ жаратуды білмеген ауыр ошибка екен. Ақша келіп жатыр да, кетіп жатқан жерін білмейді екенмін да, оказывается. Кәдімгідей миым жарылып жатыр. Білесіздер, қалай бар, солай сөйлеймін. Мен вообще миым жарылып жатыр. Аягөздің ақшаның бәрін қайға жұмсап жатсың дейді, білмеймін. Бір секрет айта салайын, күнінде мен ойнап күліп, қатты бір энергия құртпасам да 500 000 теңге табамын да, бірақ қайда?
соның қайда кетіп жатқанын білдік енді. Ақшаны басқару жағынан, жұмсау жағынан біраз қаржылай сауатсыздығын анықтадық. Қалай оны көбейту керектігін түсіндірдім. Бірінші ақшаны табу, сақтау и көбейту. Ақша табудан проблема жоқ, бірақ сақтаудан, көбейтуден проблема бар. Енді соның жолдарын көрсеттім. Әрмен қарап өзін дамытса, білім алса, аз жерге барады деп ойлаймын. Ақша басқару үшін бір арнайы бір маманға барып керек емес шығар деп ойлайтын тұғым. Жалпы Сапар мырзаға мен келмейтін едім. Мен Жасмин айтты ғой, Аягөз әпше деді ғой, сіз ақшаны табасыз, бірақ шашасыз ғой дейді. Вообще Жасминнің айтуымен келдім, мен сізді танымайды екенмін. Ақшаны қалай жарату керектігін үйрететін мамандар бар екенін білмейтін тұғым. Осындай маманның Шымкентте бар екенін біліп, мен қатты қуандым. Сонымен Жасминнің миына салған да Аллах тағала, сонымен Жасмин Сапар мырзаны маған тауып беріп, бүгін өзі сөйлеп алып келіп осы жерге отырғызып қойды. Аллах разы